Егіз жүрек. 3 бөлім. Адамдардан безген кісі киік емші абзалды іздеп мұзтаудың етегін 2 күн шарлады. Таппады. Кешкісін қызды емдейді. Шөптің қайнатпасын береді. Жарасынан сол шөптен жасаған май жағады. Өзі де жалғыз жүріп, қасқырмен де шайқасқан, құздан да құлаған. Қансырап жатып, өз жарасын өзі емдеп үйренген. 2 күннен соң Әйгерімнің беті бері қарап, кісі киік емшісіне болған жайды баяндап беруге шамасы келді. Таудың өткір тастары аттың құйрығында кеткен қыздың нәзік денесінің парша-паршасын шығарып қана қоймай, қолы байланған арқанды да қиып түскенге ұқсайды. Ол солай аман қалған. Абзал ше? Әйгерімді аман алып қалған жаратқанның Абзалға да мейірімі түскен шығар. Ағыл тегіл жылап, жүрегінің жартысын жоқтаған қызға қарап отырып, кісі киік емші осыны ойлаған. Олай болмаған күнде, тым құрыса сүйегін табайын, мына бейшараның жаны жай тапсын дейді тағы бір ойы. Тағы да бірнеше күні Абзалды іздеумен өтті. Аяқ жететін жердегі орманды да, құздағы үңгірді де, сай-саланы да қарап шыққан. Табылмады. Тек бір жерден үзілген арқан мен қандыз көрген. Сол маңайды індеті іздеп көрді. Тау өзенінің тұсына келгенде адамның ізі үзілді. Әрі қарай еш белгі жоқ. Не ит құсқа жем болды, не суға ағып кетті. Бәлкім тірі қалған шығар. Осылай ойға шомып келе жатып, кісі киік кілт тоқтады. Төменде өзенді жағалап бір салт атты кетіп бара жатыр екен. Иығына асынған мылтығы бар. Таныды. Жиі көреді. Арғы беттен бері қарай жасырынып өтетінін де, әр жолы біреу болып келіп, бірнеше болып қайтатынын да байқап жүр. Қасындағылардың қызылдардан қысын көріп, Қытайға қашқан қазақтар екені де іші сезеді. Жақындап баруға әр жолы жүрегі дауаламайтын. Бұл жолы да бат-бат. Үңгіріне қайтты. Қыз сауығып қалыпты. Кісі киік келгенде үңгірде от жанып, қазанда аңның еті қайнап жатты. Ішке кірген бұған үміттене қараған. Не дейді? Басын шайқады. Үзілген арқанды да, қандызды де